Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен шаш күтімі жайлы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Көбінде барлығымыз шашымызды қалай тез өсіріп, табиғи жылтырлығын қалпына келтіруге болатын жаңағы шампуньдарды, маскаларды, кондиционерді іздейміз, және де оның түрін қолданып көрдік. Оның барлығы бізге көмектесе бермейді. Егер сізге осындай пайдалы ақпараттар көбірек қажет болса, ең алдымен менің каналыма подписка жасап, лайк қойып кетіңіз. Сол кезде сіз менен осыдан да басқа ақпараттарды жоғалтып алмайтын боласыз. Ал егер де сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, немесе сізде бір жақсы масканы білетін болсаңыз, комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Мен оған арнайы видео қуана түсіретін боламын. Ал егер де сіз видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, мен біраз пайдалы лайфхактармен бөлісемін. Ең алдымен шашты емдемес бұрын шашымыздың қандай факторлармен түсіп жатқанын анықтап алуымыз қажет. Мысал ретінде емізулі аналардың шашы түсетін болса, ол уақытша. Оған уайымдамаңыздар, оны дәрумендермен не болмаса шашқа арналған маска сыворкалармен қалпына келтіріп алуға болады. Ал егер де шашыңыз аллопеция болып сол ауруға шалдығып түсетін болса, оның жазылу жолы кішкене ұзағырақ болады. Аллопецияны анықтау үшін ол біздің шашымыз тақырланып түсе бастайды. Не болмаса бір күнде шашыңыз уыстап, яғни бір уақытта 300 бен 500 шаш арасында түсетін болса, ол аллопеция дегенді білдіреді. Аллопецияны анықтау үшін сіз алдын ала шаш маманы, яғни трихологқа қаралуыңыз қажет. Трихолог арнайы узимен шашыңыздың түбіндегі тұқымдарын зерттеп, не себептен түсуін анықтайды. Анықтап болғаннан кейін трихолог маман сізге арнайы назначение береді, яғни қандай дәрумендерді ішу керек, ағзаңызда қандай дәрумендер жойылды, соны сізге назначение беретін болады. Сол витаминдерді, дәрумендерді ішу барысында қосымша шашқа арналған масканы жасайтын болсаңыз, сол кезде тезірек қалпына келуі мүмкіншілігі бар. Ал үшінші жолдары ол медикаменттер. Яғни сіз дәруменді көп мөлшерде пайдаланып қойдыңыз, не болмаса ағзаңызға жақпаған кезде көбінде дәрілерден шашыңыз түсе бастайды. Сол себепті ондай жағдай болған кезде оны тез қалпына келтіруге болады. Арнайы жаңағы маскаларды жасау арқылы және сол ішіп жүрген дәріңізді шегеру арқылы қалпына келтіруге болады. Ал үшінші жағдай ол тұқым қуалаушылық, яғни генетика. Енді ол тез қалпына келмейді, бірақ емдеуге де болады. Маған комментарияда көп келетін сұрақтар ол шампунь мен бальзамды қалай таңдаймыз. Мен жаққан шампуньым жақпайды, уже жарты жылдан кейін ол маған жаңағыдай келмей жатыр деп. Дұрыс, негізінде шампуньді өзінің уақыт келгенде ауыстырып отыру керек. Әркімнің уақыты әрқалай. Мысал ретінде мен бір шампуньді алып 3 ай жақсам, 3 айдан кейін ол маған уже жақпау мүмкін. Өйткені оның шампуньнің құрамындағы пайдалы элементтер менің шашымда көбейіп кетіп, ол уже көтере алмай қалуы мүмкін. Ағзасы онымен справляться етпей қалуы мүмкін. Сол себепті өзіңіз сезе бастайсыз, сол шампунь сізге жақпаған кезде міндетті түрде ауыстыру керек. Және де екінші көп кездесетін сұрақ ол қандай шампунь жақсы? Мен сіздерге қандай шампунь жақсы екен айта алмаймын. Себебі әркімнің шашы индивидуальный, яғни жеке дара. Сізге қымбат шампунь жақса, ол маған жақпауы мүмкін. Маған арзан жақса, ол сізге жақпауы мүмкін. Сол себепті сіз бірінші шампуньді таңдаған кезде бір шампуньді ғана сатып аласыз. 2-3 шампунь араластырып алуға болмайды. Бір шампуньді алып, сонымен 3 ай көлемінде басыңызды жуасыз. Жақпаса ауыстырасыз. Одан кейін келесі шампуньді тағы да солай көресіз. Солай әртүрлі шампуньмен жуу арқылы сіз өзіңізге ұнайтын, шашыңызға жағатын шампуньді табасыз. Ал егер де сіз бір ай ана шампунь, жарты ай ана шампуньді пайдалансаңыз, сіз ол кезде қайсы сізге жаққанын білмей қаласыз. Себебі шаштағы элементтер шампуньның кішкене ұзағырақ жинайтын болады. Ол өзі ауырлық болған кезде жақпайтын көрсетіп, майланып, не электризация етіп кетеді, не болмаса табиғи сұлулығын, яғни жылтырын жоғалтатын болады. Бальзам мен кондиционерде дәл солай. Ең бастысы шашты дұрыс жуу қажет. Ең алдымен шашты жуатын кезде тарап алсаңыз, шашыңыз жақсы ашылады.
Шашыңызды тарап болғаннан кейін шампуньмен егер сіз күнісіне, яғни через день күнделікті жуатын болсаңыз, сізге бір қайтара жуу жеткілікті. Ал егер де аптасына 2 рет жуатын болсаңыз, міндетті түрде шампуньмен 2 қайтара жуу қажет. Және де шампунь жуудың ережесі, шампуньды ұзындығына жақпаймыз. Өйткені біздің ұзындығымызда жаңағы элементтардың аз болғандықтан ол шампуньмен одан сайын шайылып кетеді. Сол себепті тек қана түбіне жағып, түбін ақырын ғана үйкелеу жаңағы движениемен ғана жуу қажет. Қатты тырнауға болмайды, өйткені сіз жаңағы кожаны құртасыз, сол жерден дұрыс шаш өспейтін болады. Ал екінші мәселе, шашыңызды жуып болғаннан кейін бальзам жаққан кезде еңкейіп тұрып жағуға болмайды. Осылай ұзындығына жағу қажет. Негізі қазіргі таңда шампуньның түрі бар, оны сіздер білесіздер, бірақ барлығында рекламада айтады, шашыңызды қалыңдатады, өсіреді деген сияқты. Оған шаш көмектеспейді. Оны сіздер прямо 100% жаттап алсаңыздар болады. Шампунь ешқандай шашты өсірмейді, қалыңдатпайды. Шаштың өсіруіне сыворотка, не болмаса маска көмектеседі. Шампунь ол только гигиеналық тазалығына, бальзам ол біздің шаштың ұзындығын жұмсартып, тарауына оңай болу үшін ғана. Маска мен сыворотка ол шашты өсіреді, қалыңдатады, табиғи жылтырлығын, табиғи сұлулығын, жаңағы структурасын қалыңдатуға көмектеседі. Сол себепті шашыңызды емдегіңіз келсе, шампуньмен емес, маска сывороткамен емдеу керек. Және де оны жиі жасап тұру қажет. Сол кезде ғана эффектке жетесіз. Ал біз бүгін масканы ең оңай сыворотканы жасап көрсетейін. Негізі үй жағдайында жасалынатын маскалар, сывороткалардың ең оңай, тез әсер беретін, жаңағы шынымен де жұмыс жасайтын ол 3 ингредиент. Өте пайдасы мол. Ол бізде лавр жапырағы шашымыздың ұзындығына нәрлендіріп, және оны өскен кезде жылтыр болып өсуіне жақсы септігі тиеді. Ал қалампыр гүлі, жаңа кептірілген қалампыр гүлі, ол шаштың өсіруіне 100% жұмыс жасайды. Қалампырды жағып жүретін болсаңыздар, еш өкінбейсіз, және оның ешқандай зияны жоқ. Міндетті түрде әр қыз баланың шашының қалпына келтіргісі келетін үйінде қалампыр осындай болу керек. Қалампырдан жасалған сыворотка, оны қазір біраздан кейін көрсетемін, қалай жасау керек екенін. Ал үшінші, ол ең оңай, тағы да тез жұмыс жасайтын, ол күріштің қайнатқаннан кейінгі суы тоже жақсы эффект береді. Біздің жасалынатын сывороткамыздың жолы өте оңай. Сол үшін ерінбеңіздер, міндетті түрде жасап, үйге қойып қойыңыздар. Әр бас жуатын алдында соны сеуіп тұрсаңыз, мен сіздерге гарантия берем, шашыңыз жылдам, тез өсіп, қалыңдап және табиғи сұлулығын қалпына келтіретін болады. Ол үшін қалампырды суға қайнатып алуымыз қажет. Қалампырдың үгітілген түрі де болады, не болмаса осындай үгітілмеген түрі де бола береді. Және оған лавр жапырағын қосамыз. Екеуінің қосындысындағы элемент жақсы тез реакция жасайтын болады. Сол себепті ерінбей міндетті түрде жасап көріңіз. Осы екі ингредиентті қазір қайнатып, ыстық отта 15 минут қайнатып аламыз. Қалампыр мен біздің лавр жапырағымыз қайнағанша мен сізге бір пайдалы ақпаратпен бөлісе кетейін. Егер де сіз емізулі ана, не болмаса жаңағы дәрумендердің, жаңағы медикаменттерінің арқасында шашыңыз түскен болса, не болмаса щитовидочный, зоб, сондай аурумен ауырып жүрген болсаңыз, сізге осы масканы жасасаңыз, шынымен де әсер береді. Одан бөлек жаңағы қалампырды суға қайнатып суын ішетін болсаңыз, осыған арнайы ақпараттар бар. Жаңағы Google желісінен іздесеңіздер, асқазанға, ағзаға пайдасын мол екеніне көз жеткізесіздер. Сол себепті әр қыз баласында міндетті түрде осы қалампыр болу керек. Мен осының алдында видеоларында сіздерге салып өткен болатынмын. Шашты өсіруге осы сывороткадан бөлек, екінші ол жаңағы күріштің суы. Күріштің суы да өте жақсы, тез және әсер береді. Міндетті түрде күріштің суымен шашыңызды шайып жүріңіз. Ал
Ал біздің қалампыр мен лавр жапырағымыз қайнап әбден болды. Түсі суының өзгеріп қоңырға айналды. Енді оны сеткадан өткізіп аламыз. Жапырақтарынан бөліп. Бізге енді жапырақтары қажет емес, бізге тек қана суы керек. Осы суды себуімізге ыңғайлы, оңай болатын осындай арнайы ыдысқа құйып аламыз. Бұндай ыдыс фикс прайс не болмаса Zeta дүкендерінде сатылады. Шамамен бағасы 500 теңгеге дейін, көлеміне қарай. Мен өзім осындай ыдысқа сақтап, әр бас жуатын алдында шашыма сеуіп отырамын. Ал қалғанын тоңазытқышта, яғни холодильникте ұстаймын, себебі бұның жарамдылық мерзімі жоқ. Осы біткенше осы сыворотка ретінде пайдаланамын. Қазір сеуіп көрсетемін. Ал біздің шашты өсіруге арналған сывороткамыз дайын. Енді шашымызды осылай бөліктерге бөлу арқылы шашымызға сеуіп отырамыз. Яғни әр бас жуатын алдында, мысал ретінде сіз таңертең басыңызды жуатын болсаңыз, түнде жатар алдында осылай жақсылап аямай сеуіп шығыңыз. Мен өзім әр бас жуатын алдында түнде себемін. Кейде ұмытып кетсем, бас жуатын алдында жарты сағат бұрын сепсемде жеткілікті. Осылай бүкіл басымызға жақсылап сеуіп шығамыз, еш жері қалмау қажет. Міндетті түрде үзбей 2-3 ай көлемінде не болмаса постоянно, яғни әрдайым жасап жүруге болады. Ешқандай зияны жоқ, тек қана пайдасы тимесе. Ал сыворотканы жақсылап бүкіл басыма сеуіп шықтым. Енді ол реакциясы 30 минутта жақсы тез жұмыс жасайды. Ол біздің шашымыздың түбін қатайлатады, яғни луковицаны қатайтады. Қан айналымы жақсарады және де жетіспей жатқан витаминдердің бәрін қалпына келтіріп, сол кезде шашымыз тез өсіп, қалыңдап, жылтырап, табиғи сұлулығына орала бастайды. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін результатымен бөлісіп, комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Сіздерге сәттілік!